Баршаларыңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен бірге қызбаның патофизиологиясын талдаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, конспектлеп алыңыздар. Бұл сіздерге пайдалы білім болары сөзсіз, сенімдімін. Жалпы қызба дегеніміз не? Қызба бұл ағзаның қорғаныс реакциясы екен, иә. Неден қорғайды? Яғни ағзаны бөтендегі нелерден қорғайды, иә. Ол қалай? Белгілі бір бактерия, вирустар ауру тудырған кезде, осы бактерия, вирустарды жою үшін денеміз температураны көтеру арқылы оларды жоюға бағытталған жаңағы күрес екен, иә, денеміздің. Яғни қызуды көтеру арқылы біз бактерияларды жоямыз дейді екен да, сол арқылы температура көтеріледі екен. Жалпы нормада температура 36-7 болып тұрады екен. Бұл ағза үшін қолайлы температура. Яғни осы 36-7 температурада ағза өзінің жұмысын қалыпты атқара алады, иә. Атқара алады. Дәл сол секілді микроорганизмдер үшін де біздің қалыпты температурамыз олар үшін де қолайлы. Олар осы қалыпты температурада өмір сүре алады. Қай кезде микроорганизмдер қозады? Ол, яғни микроорганизмдер қай кезде қозады? Иммунитет төмендегенде, иммунитет төмендеген кезде, немесе сол вирус, бактерия көптеп түскен кезде, вот ауру өршіп бастайды, ауру пайда болып бастайды. Бактериялар, яғни өздерінен эндотоксин, экзотоксиндерді өндіріп бастайды. Вот осы кезде олар өндірген токсиндер ағзамызға әсер етеді да, біздің температурамыз көтеріледі. Оларға температураның көтерілгені қолайсыз. Бактерияларға температура көтерілсе, ол қолайсыз. Вот ағзамыз осылай күреседі екен. Яғни 36-7-ден жоғары болады, яғни 37-ден жоғары болады. Жалпы біз қызбаны тудыратындарды пирогендер деп атаймыз. Пироген, иә. Ағза үшін бөтен денелер, жалпы ағза үшін бөтен денелер антиген деп аталады. Антиген деп аталады. Ал осылармен күресетіндерді антидене деп атаймыз, иә. Енді антигендердің түрлері болады екен, иә. Біз алдыңғы сабақта айттық, қабынуды тудыратын флогоген, иә. Флогоген. Аллергияны тудыратындарды аллерген дейміз. Дәл сол секілді қызбаны тудыратындарды біз пироген деп атаймыз. Қызбаны тудыратын себепті біз пирогендер деп атаймыз, иә. Міне, осы пирогендер деп атаймыз, яғни қызбаны тудыратын заттар, этиологиялар. Жаңа айтқан 36-7 бұл норма, яғни бізге қолайлы микроорганизм үшін де. Ал ол көтеріліп кететін болса, ол жайдан жай көтерілмейді, иә. Жаңа микроорганизмдер өзінің әсерін көрсетіп, ауру тудырып бастаған кезде температура көтеріледі. Вот осылай. Жалпы енді этиологиясына келетін болсақ, этиологиясы жалпы себебіне байланысты, әсер ететін себепке байланысты инфекциялық болуы мүмкін. Инфекциялыққа бізде нелер жатады? Жаңағы бактерия, вирустарымыз жатады, бактерия, вирустар жатады. Ал инфекциялық еместерге аллергиялар, ісіктер, дәрілік заттар, бұлар жаңағы инфекциялық емес этиологияларға жатады, бұлар инфекциялық емес, яғни температураны көтеретін себептерге жатады. Ал температураны көтерудің даму жолына, яғни дамуына байланысты жүретін этиологиялар, бұлар экзогенді және эндогенді болып бөлінеді. Экзогенді, яғни микроорганизмдер өздерінен токсин бөлу арқылы көтеруі мүмкін, немесе ағзамыздағы нейтрофиль моноцистер осы микроорганизммен танысып, өзінен цитокиндер бөледі, цитокин деп жазып қойды. Цитокиндер бөлу арқылы, яғни температураны көтереді. Бұл да этиологиясына байланысты, Енді патогенезіне тоқталайық. Осы сәттен патогенезіне ауысып кетейік. Патогенезде маңыздысы бұл гипоталамус. Гипоталамуста не орналасқан? Жылу реттеу орталығы орналасқан, жылу реттеу орналасқан. Енді гипоталамуста бөліктерге бөлеміз, бірінші термостат үстінде термостат орналасады. Термостатта ыстықты және суықты сезетін нейрондар орналасады. Одан басқару зонасы, басқару зонасы орналасады. Немесе орнықтырушы дейді. Орнықтырушы зона. Одан кейін әрі қарай химиялық жолдары, физикалық жолдар арқылы, яғни реттейді. Енді ол қалай? Біздің терімізде, мысалы, терімізде ыстықты сезетін және суықты сезетін рецепторлар болады екен. Ыстықты сезетін рецепторлар, мысалы, күн ыстық кезінде рецептор тітіркенді, 38-39 градустағы. Вот міне ыстықты сезетін нейронға келеді бұл. Нейронға келеді да, сырт 38-39 болып тұр дейді, 39 болып тұр дейді.
И ол басқару зонасына жетеді. Басқару зонасы 36,6, 36,7-ні ұстап тұру керек нормада. Осы температураны ұстап тұру керек. И нәтижесінде не істейді? Күн ыстық. Иә, бұл кезде мына химиялық жол төмендейді. Тоқтатады, химиялық жолды X деп қояйық немесе физикалық жолды жоғарылатады. Яғни ағзамыз терлеп бастайды, осы кезде терлеп, қан тамырлары кеңіп, тыныс алуымыз жиілеп бастайды осы кезде. Бұл ыстық кезде, күн ыстық кезде, немесе суық кезде, күн суық кезде суықты сезетін рецепторлар сезді, ол нерв жолдары бойымен, яғни әкелді орталыққа, суықты сезетін нейрон сезді. Мысалы 24 градус деген суық. Бұл не істеді? Басқару зонасына берді ақпарат. Ол 36,6, 36,7-ні ұстап тұру керек. Яғни дене қатып қалмау керек. Сол үшін ол химиялық жолды іске қосады бұл кезде. Химиялық жол жоғарылайды, физикалық жол төмендейді екен. Химиялық жол жоғарылайды. Химиялық жол деп отырамыз, бұл яғни биохимиялық біз айтып отырамыз. Бұл кезде энергия өндіріліп бастау керек, энергия өндірілу керек. Сол үшін қан тамырлар бұл кезде не істейді? Бұлшықеттер қалтырап бастайды. Бұлшықеттер қалтырап, қан тамырлар тарылады, тарылу қан тамырлар. Бұлшықеттер қалтырау болады. Не үшін қалтырайды? Энергия түсу үшін. Вот бұл нормал, бұл норма кез, бұл норма. Нормада осылай жасайды гипоталамус. Яғни мына тұрған 36,6, 36,7 норманы ұстап қалу керек. Ыстықты сезді, ол басқару зонасына, орнықтырушы зонаға берді. Бұл сәйкес келмейді, яғни бұл ыстық екен дейді да, нәтижесінде химиялық жолды тежеп тастап, физикалық жолды активтеп жібереді. Дәл сол секілді күн суық кезде басқару зонасы келді, мынау салқын дейді да, ол орталықтан әрі қарай химиялық жолды іске қосып, яғни энергия өндіріп, жылу өндіріп бастайды да, и физикалық жолды төмендетіп тастайды екен. Осылай нормада жұмыс жасап тұрады екен. Енді патология кезінде қалай болады екен? Соған тоқталайық. Патология кезінде тоқталатын болсақ, өшіріп алайын. Патогенезіне көшейік, нақты патогенез ауру қызбаның. Мына тұрған пирогендер дедік. Пирогендер бұл экзогенді және эндогенді болып бөлінеді дедік. Міне экзогенді және эндогенді. Экзогенді бұл бактерия бөлген эндотоксин. Бактерия бөлген эндотоксин. Ал эндогенді бұл нейтрофилдер және моноциттер. Мына тұрған эндотоксин, яғни токсин, бұл тікелей қанға түсуі мүмкін. Немесе білеміз, біз жасушада макрофагтар бактериямен танысқаннан кейін олар, яғни нейтрофил, моноциттер шақырады қой, олар өздерінен цитокиндер бөледі дедік. Осы бактериямен танысқан макрофагтар, жаңағы келген нейтрофил, моноциттер бактериямен танысқаннан кейін өздерінен не бөледі? Цитокиндер бөледі. Яғни ол интерлейкин, ТНФ, альфа дейді. Бұл цитокиндер не істейді? Айттық біз, кеше қабыну тақырыбында айтқанбыз. Ол цитокиндердің кейбір бөлігі гипоталамусқа барып, яғни температураны жоғарылатады дедік. Ол гипоталамусқа қалай барады? Циркуляция, яғни қан ағымы арқылы барады. Мына тұрған токсинде, мына тұрған цитокинде қанға түседі, қан арқылы бұл миға барады. Енді мида не істейді? Бұл мида мына тұрған гипоталамус дейтін бізде миымыздағы маңызды орталықтардың бірі, яғни осы гипоталамуста жылу реттелу орталығы орналасқан дедік, жаңағы нормада айттық. Осы гипоталамусқа жақын аймаққа барады. Нақты гипоталамусқа бара алмайды, өйткені не бар? Бұл жақта гэп дейтін нәрсе бар, яғни гематоэнцефальды барьерден мына тұрған басқа эндотоксин болсын, цитокиндер болсын өте алмайды, мына жаққа өте алмайды. Не үшін? Өйткені миымыз мықты қорғалған, біздің мықты қорғалған. Яғни миға бөтен, қауіп төндіретін заттар өтіп кетпеуі қажет. Сол үшін гематоэнцефальды барьер түзілген. Гематоэнцефальды барьерлер не түседі? Бұл нерв жасушалар, нерв жасушалары. Біз нерв жасушалары, жалпы нерв жасушалары ол өзінің дифференцировкасы бар. Соның ішінде глиоциттер. Оған не жатады? Оған микроглия дейтін, микроглиялар және астроциттер. Осы жасушалар гематоэнцефальды барьерді құрайды. Осы жасушалар мына тұрған қан ағымы келді миға, гипоталамусқа жақын аймақ бар. Оны ОВЛТ деп белгілеген. Бұл гипоталамусқа, бізде сигналдар тікелей өтпейді дедік, жаңа цитокиндер тікелей әсер ете алмайды дедік. Сол үшін ояқта гэп мықты дедік. Сол үшін гэп әлсіз жаққа бар керек. Гэп әлсіз жақ осы тұрған, ОВЛТ бұл
яғни органум, расшифровкасы васкулезум, ламина терминалис деп, яғни терминалис деп, яғни о дейтін органум, в васкулезум, л ламина, т терминалис, осылай расшифровация етіледі. Осы геп әлсіз аймақ бұл. Вот осы жерге мына жерді жазып қояйын енді. Мынау тұрған ОВЛТ. Так, мына жерден міне қан келді. Мына ТНФ альфа дейтін бар. Осы. Бүйтіп қызылмен мынау токсин деп, Вот осы аймақта мына тұрған ОВЛТ жақтан жаңағы біздің микроглиялар, астроциттердің, яғни аяқшалары осылай мына жақта гепті құрап тұрады, Вот аяқшалары мына тұрған эндотелийлерге кішкене өтеді. Вот осы ТНФ альфалар, осы токсиндер, яғни мына тұрған жаңағы микроглия, астроциттерге осы кішкене әсер береді. Бұл әсерді не істейді? Әрі қарай жаңағы ОВЛТ аймақтан, яғни геп нашар аймақтан өтеді да, то есть сигнал өтеді да, бұл не істейді? Яғни гипоталамустағы цок ферментін активтеп жібереді. Цок ферменті активтеген соң бізде простагландиндер түседі. Соның ішінде нақтысы Е2 дейтін простагландин, бұл яғни қызбаны тудыратын простагландин. Осы Е2 бұл не істейді? Бұл жаңағы аденейл циклазаны активтейді. Сол арқылы ЦАМФтер түзіледі. Кейін бұл жаңағы неге мына тұрған міне ЦАМФ бұл гипоталамусқа әсер етеді. Норма 36 дегенде, яғни 38-39 қыл жүреді. 38-39 қыл жүреді. Не үшін? Яғни бұл ағзаны қорғау үшін. Қалай қорғайды енді? Маңызы, мына тұрған гипоталамустың маңызы, мына жерге жазайын. Бұл яғни лейкоциттер, оған жаңа нейтрофилдер жатады, интерферондар, барлығы осы лейкоциттер ғой енді. Вот лейкоциттерді белсендіріп жібереді. Осын бағана видеоның басында айтқандай 36-да 6, 36-да 7 дейтін бұл норма, бұл норма бактерия үшін қолайлы деді, птичка олар үшін. Ал жаңағы қызба көтер деп айтты ғой, цитокиндер. Қызбаны көтеріп жүрген кезде бұл бактерия үшін қолайсыз. Сондықтан, яғни бұл да бір жаңағы бактерияны нақты жоймаса да, главный бактерияның көбейіп, оның жаңағы одан сайын әсерін көбейтуіне, әсерін күшті болуына кедергі жасайды осы градус температура. Вот осылай жаңа пирогендер гипоталамусқа әсер етеді. Нақты гипоталамусқа бармаса да, гипоталамусқа жақын аймақ, яғни геп әлсіз аймағына барады. ОВЛТ дейтін органум, васкулезум, ламина терминалис дейтін аймаққа барып, ол жақтағы жаңағы микроглия, астроциттердің аяқшаларына әсер етеді. Ол аяқшалардан әрі қарай жаңағы сигнал цок ферментін көтеріп жібереді. Цок не істейді? Простагландиндерді активтейді. Простагландиндер түзіледі. простагландин ЦАМФ-ті, яғни аденейл циклаза ферменті арқылы, одан кейін ол жаңағы температураны көтереді екен. Осы жалпы патогенез. Енді ол температураны көтерген кезде уже жаңағы жылу өндіру, жылу шығару орталығы дедік қой енді. Вот енді жылу шығару тежеліп тастайды, Ш тежеліп қалды. Ш-ны тежеліп тастайды гипоталамус. Өткен температураны көтеріп жатыр, Ш-ны тежеліп тастайды да, өндіруді активтейді. Яғни энергия өндіреді. Сол энергияның қасында не түзіліп жүреді? Килоджоуль. Бұл жылу, жылу түзіліп жүреді. Постоянно энергия түзілсе, міндетті түрде жылу түзіледі. Вот жылу өндіруді активтейді да, шығаруды тежеп тастайды. Яғни бұлар өндірілу, шығару, бұлар химиялық, физикалық жолдармен қамтамасыз етіледі. Енді химиялық-физикалық жолдарға тоқталайық. Химиялық-физикалық жолдарға тоқталайық. Физикалық жол бұл вазодилатация, қан тамырлар кеңеюі, терілеу, несеп шығарудың артуы, жиі тыныс алу, метаболизм баяулауы. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Яғни қан тамырлар кеңейеді. Күн ыстық кезде біздің қан тамырларымыз кеңейеді. Қан тамырлар арасында поралар ашылады, және одан бөлек терінің өзінің, яғни түктердің арасында поралар ашылады. Не істейді? Яғни сұйықтықты сыртқа шығарады. Яғни қан ыстық болып күйіп тұрады, вот ыстықты сыртқа шығарады. Да, сырттан, яғни салқын ауаны сезгісі келеді. Вот сол терілейді ағзамыз, қан тамырлар кеңейеді.
несеп шығару артады, иә. Яғни қандағы ыстық қанды, яғни сыртқа шығару арқылы, иә. Одан кейін жиі тыныс алады. Яғни іштегі ыстықтықты сыртқа шығару керек қой. Жиі тыныс алады, иә. Одан кейін метаболизм баяулайды. Метаболизм баяулайды деп отырғанымыз бұл, яғни біз білеміз, метаболизм бұл энергия түсумен жүреді. Энергия түсумен қоса не түзіледі? Жылу түзіледі. Вот, метаболизм баяуласа, жылу түзілуі төмендейді екен, иә. Вот осылай. Ал химиялық жолдары бұл бұлшықеттердің жиырылуы жатады, иә, дірілдеу. Біз қалтырап дірілдеп бастаймыз, иә. Бұлшықеттер не үшін жиырылады? Бұл химиялық жол кезінде, яғни бұл біз тоңған кезде жиырылады, иә. Тоңған кезде жиырылады. Вот осы кезде не үшін жиырылады? Дірілдейді. Өйткені энергия, жылу өндіріп бастау керек. Тоңып жатқан кезде біз жылуды өндіруіміз керек, сол үшін тоңып бастайды екенбіз. Одан бөлек қалқанша без гормондары, адреналин, осылар бөлініп бастайды. Олар не істейді? Олар метаболизмді жоғарылатады екен. Одан симпатикалық жүйке жүйесі белсенеді, тоже метаболизм жоғарылауына әсерін тигізеді екен. Бұл жолдарды жалпы түсініп алыңыздар, иә. Енді қабыну ол белгілі бір сатылармен жүреді ғой. Оның 3 сатысы бар. Енді мына тұрған жаңағы әсер етіп, мынау көтерілуі, оның түсуі, кейін тұрақтануы деген бұлар белгілі бір сатылармен жүреді, иә. Қабынудың сатысы бар, 3 сатысы бар екен. Бірінші көтерілу сатысы, міне. Көтерілу сатысы. Нормада міне 36-та 6 болып тұрды мына аймақта, иә. Ол көтерілді бір кезде. Жаңағы бактерия, экзотоксиндері, эндотоксиндері әсер етті. Нәтижесінде моноцистер, нейтрофилдер, яғни цитокиндер бөлді. Вот көтеріліп бастады, иә. Көтеріліп бастады. И ол әр ауруға байланысты белгілі бір шекке дейін көтеріледі. Мысалы сепсис кезінде қатты көтерілуі мүмкін, иә. Ал жеңіл аурулар кезінде тек 38-39 арасында болады в основном, иә. 38 болып көтеріледі, иә. Вот мына жерде мысалы 39-ға барды делік. Яғни бірінші көтерілу сатысы, көтеріліп келе жатыр, иә. Бұл бірінші сатысы. Көтерілу сатысында не болады? Соны қарайық. Көтерілу сатысында жылуды сыртқа шығару тоқтатылады. Яғни бізде температура көтеріліп жатыр ғой. Температура не үшін көтеріліп жатыр? Мына тұрған бактерияны жою үшін көтеріліп жатыр. Ол үшін не істеу керек? Жылуды сыртқа шығармау керекпіз, иә. Жылуды сыртқа шығаратын болсақ, температура көтерілмей қалады ғой. Сол үшін сыртқа шығару X тоқтатылады сыртқа шығару. Керісінше өндірілу артады. Жылуды өндіруіміз керек мына бактерияны жою үшін. Енді ол қалай өндіріп бастайды? Ең бірінші біз қабыну кезінде айттық. Басында бактериялар түскеннен кейін шеткі қан тамырлар жиырылып бастайды дедік, иә. Вот бұл кезде де сондай, яғни не үшін? Яғни қанды орталықтандырады, иә. Қанды орталықтандырып шеткі тамырлар, перифериялық тамырлар жиырылады да, орталық қан тамырлар кеңейеді екен, иә. Шеткі қан тамырлар тарылғандықтан, мысалы қолымыз болса, шеткі қан тамырлар тарылып қалғандықтан қан мына жаққа дұрыс келмейді. Яғни қан тамыры кішкентай болғандықтан дұрыс қан тамыры келмейді. Қан бұл жылуды сақтайды, яғни ағзамыз бүкіл жері қан болып тұрғандықтан біз салқын кезде сол аймақтарды жылу беру үшін қан келу керек бұл жаққа, жылу беру үшін. Ал шеткі қан тамырлар бізде жаңа айттық, тарылып қалғандықтан қан тамыры дұрыс келмейді, қан дұрыс келмегендіктен, яғни біз тоңамыз. Тону сезімі болады, иә. Тону сезімі болғандықтан не істейді ағза? Қалтырап, дірілдеп бастайды, иә. Қалтырау, дірілдеу сезімі бастайды, дірілдеу. Вот осы себепті болады, дірілдеу, қалтырау. Енді міне жазып қойдым. Одан бөлек бұлшықетте, бауырда тотықсыздану процестері жүреді. Ол не? Гликолиз, липолиз процестері жүреді, иә. Яғни глюкозадан, майдан не істейді? Энергия өндіріп бастайды. Энергия өндіріп бастайды. Энергиямен қосып не жүреді? Жылу, иә, жылу. Килоджоуль дейді, иә. Килоджоульдар түсіледі, жылу түсіліп бастайды, иә. Вот осы үшін бізде өндірілу, бұның барлығы өндірілу. Жылу өндіріліп бастайды, иә. Бұл кезде, яғни айттық жаңа қалтырап бастайды. Яғни біз білеміз, температура көтерілген кезде денеміз дірілдеп бастайды, тоңып бастаймыз дірілдеп. Вот осы не үшін? Яғни шеткі қан тамырлар таралып қалғасын, яғни ол жерде жылуды, сол жердегі жергілікті жылуды қамтамасыз ету үшін дірілдеп бастайды, энергия өндіріп бастайды. Одан кейін денеміз бозарып бастайды.
яғни қан дұрыс бармағандықтан бозарады, дене суып бастайды ол аймақтар. Бұл көтерілу кезеңі. Екінші тұрақтану кезеңі. Тұрақтану кезеңі жаңа айттық, белгілі бір градусқа жеткенде ол тоқтайды. Сол градус, оның шегі, сол ауруда, соның шегі, сол ауруда мысалы белгілі бір ауруда мысалы 39 градус, сол аурудың шегі болуы мүмкін, ол одан артық көтерілмеу. Осы 39 градуста ол бірнеше сағат, бірнеше күн, яғни осы 39 градуста тұрақтанып тұруы мүмкін, температура. Примерно 38-39 арасында ойнап тұрды делік. Ол тұрақтану сатысы. Тұрақтану сатысы кезінде бұл кезде жылу өндіру де, шығару да былайша тепе теңдікте болады ғой. Яғни бағана жылу өндіру артты дедік қой, дәл сол секілді жылу шығару да жаймен деп артып бастайды екен. Бұл кезде енді қан тамырлар кеңейіп, тері қызарып бастайды. Яғни ысый бастаймыз уже, ысып, яғни уже бастапқы кезде көтерілу кезеңі ғой бұл. Көтерілу кезінде не істеді? Мынаның барлығы температураның көтерілуге бағытталды. 36-6-тан жоғарылатып 39-ға көтеріп бастады мына кезде. Көтеріп бастады. Бұл кезде әлі ағза ысымаған, 39 градус біздің ағзамыз үшін ыстық. Әлі ысымаған кез. Яғни ысуға баратқан жол бірінші сатысы, бірінші сатысы. Екінші тұрақтану кезінде уже 39 градус бұл ыстық кезең, ыстық ағзада. Ыстық болғандықтан қан тамырлар, яғни кеңейеді, уже перифериялық қан тамырлар қызарып ысып бастаймыз, уже тыныс алу жиілеп бастайды бізде. Бұл тұрақтану сатысы. Тұрақтану кезеңі, енді қызбаның түрлерін қарастырамыз тұрақтану кезінде. Қызбаның түрлері болады. Нормада 36-6 дедік, 36-7 дедік. Вот. Енді 37-38 градусқа дейін көтерілуі бұл субфебрильді температура деп атаймыз. Ал 38-39 градусты біз фебрильді температура деп атаймыз. 39-41 градус арасында болатын болса, оны периодикалық дейміз. Ал 41 градустан жоғары болсын болса, ол гиперпериодикалық немесе гипертермия деп те атайды. Мен сіздерге осы қызба мен гипертермияның айырмашылығын айтып беретін боламын. Енді екінші сатысы тұрақтану сатысы. Ол яғни бірнеше күнге созылуы мүмкін, вот күнге созылды. Одан кейін үшінші сатысы түсу сатысы. Яғни температура енді тұра бермейді, ол бактерияны жойғаннан кейін түсіп бастайды, қабыну тоқтағаннан кейін түсіп бастайды температура. Түсу сатысында енді өндірілу X тежеледі. Жылу өндірілу тежеледі. Керісінше шығару керекпіз. Жылу өндіру керек емес уже бізге. Енді ағзадан шығару керекпіз оны. Жылу шығару артады екен. Жылу шығару арту үшін не істеу керек? Тамырлар кеңею керек. Тамырлар кеңейіп, қан көп барады, ол жерде өткізгіштік арту керек. Тері болатын болса, терінде поралар ашылу керек. Сыртқа не шығу керек? Сыртқа терілер шығу керек, осындай сұйықтықтар шығу керек. Терілеп бастаймыз. Тыныс алу жиілеп бастайды. Тыныс алу жиілеп, өкпеле тыныс алу жиілеп, яғни сыртқа ыстық ауаны шығарып тастауымыз керек. Ыстықты сыртқа шығарып, салқын ауаны жұтуымыз керек, сол арқылы, яғни ыстықты сыртқа шығарып, ішті салқындатуымыз керек. Вот үшінші сатысында уже жылу шығару артып жатыр. Жылуды сыртқа шығарып, яғни денемізді жаңағы ыстықтан яғни нормаға келтіру керекпіз. 36-6-ға температураға келтіруіміз керекпіз. Түсу сатысы бұл екі түрлі жолмен жүру мүмкін. Біріншісі литикалық түсу болуы мүмкін оның. Екіншісі критикалық түсу мүмкін, немесе литикалықты біртіндеп түсу дейді, яғни ал критикалықты бұл күрт төмендеу дейді. Енді литикалық деп отырғанымыз, мысалы 38 градус болатын болса, және де 37-де 6 болады, одан кейін 37-де 3 болады, одан кейін 37 болады, одан кейін 36-да 6 болады. Яғни бұл біртіндеп түсті. Бірден түсіп кеткен жоқ, біртіндеп түсіп жатыр. Ал критикалық түсу деп отырамыз, мысалы 38 градус болатын болса, ол бірден 36-6-ға түсіп кетеді. Бұл қандай кезде болады? Бізге пайдалысы мынау литикалық түсу бізге пайдалы. Температураның литикалық түсу бізге пайдалы. Ал ол мына тұрған критикалық жолмен түсіп кететін болса, ол бізге қауіпті. Не үшін? Өйткені бұл кезде не болады? Коллапс болуы мүмкін, қан тамыры яғни нормадан тыс кеңейіп кетіп, яғни давлениені түсіріп жібереді, артериялық давлениені түсіріп жібереді. Артериялық давление түсіп, басы айналып, құлап қалуымыз мүмкін. Вот. Бұл бір литикалық және критикалық түсу. Яғни түсу сатысының жаңағы түрлері.
осылай түсуі мүмкін емес. Яғни көп жағдайда осындай лейтикалық жолмен түседі. Одан кейін критикалық түсуі бұл қай кезде болады? Қай кезде болады? Бұл яғни сыртқа шығару механизмдері бар ғой. Сыртқа шығару механизмдері барлық механизм іске қосылып кеткен кезде барлық механизм іске қосылып кеткен кезде бірден түсіп кетуі мүмкін, иә. Сол үшін критикалық түсуден сақ болуымыз керек. Критикалық түсу керек. Енді қызбаның тәуліктік тербелісіне қарай түрлерін ажыратамыз. Бірінші, тұрақты қызба болуы мүмкін. Континуа дейді. Бұл 1 градусқа өзгеріп отырады тәуліктік несі, тәулік. Мысалы, мына бірінші күн дедік, екінші күн. Вот бірінші күні 37 градус болып тұр. Ол екінші күні 38-ге көтерілді. Яғни мына жерде 1 градус қана көтерілді, бір күнде 1 градус көтерілді. Үшінші күні 39-ға баруы мүмкін. 1 градус көтерілді тағы, иә. Төртінші күні уже 1 градус төмендеді тағы. Яғни 1 градус айырмашылық. Әр күні 1 градус айырмашылықпен өзгеріп тұрады. 1 градусқа дейінгі айырмашылық, иә. Ол 0,1 градустан 1 градусқа дейін айырмашылық болуы мүмкін. Одан ремиттерлеуші қызба дейді. Ремиттенс деген түрі бар. Бұл кезде 1-2 градусқа өзгеріп тұрады. Бірақ нормаға түспейді, 36-6-ға түспейді. Яғни температура 36-6-ға түспейді, 1-2 градусқа өзгеріп тұрады. Мысалы, бірінші күні 37 болып тұрады температура. Екінші күні міне 38 болады. Үшінші күні уже 40-қа көтеріліп кетуі мүмкін. Яғни мына жерде 2 градус ойнап кетті. Кейін төртінші күні 38-де 3-ке түсуі мүмкін мысалы. Бұл кезде мысалы 1-7 градус түсті. Яғни 1 градус пен 2 градус арасында ойнап тұрады. Ойнап тұрады тәулігіне. Вот осындай. Бұл қай кезде кездеседі? Туберкулез кезінде кездеседі. Ал жаңағы біздің тұрақты қызбамыз бұл пневмонияларда кездеседі. Одан үшінші интермиттерлеуші қызба дейді. Интермиттенс. Бұл кезде тәуліктік айырмасы үлкен болады. Тәуліктік айырмасы. Температура күнде қалыпты деңгейге түсіп тұрады екен. Бұл қай кезде? Малярия дейтін ауру бар. Вот сол кезде. Бұл қалай? Мысалы, 36-та 7 мына жерде тұр. Ол көтерілді, жаймен деп 37 түсуге солай ойнап тұрды да, бір кезде бір моментте ол көтеріліп кетті. Сразу түсін көтеріліп кетті. Қайтадан дәл солай түсті. Кейін қайтадан осылай кішкене ойнайды да, қайтадан көтеріліп кетті, қайтадан түсті. Осылай, яғни тәуліктік айырма үлкен болып кетеді. Тәуліктік айырма кей кездері үлкен болып кетеді екен. Бұл интермиттерлеуші қызба, интермиттенс дейді. Одан кейін гектикалық қызба дейді. Гектика. Бұл кезде 3-5 градус айырмасымен жүреді екен. Мысалы, 36-та 7-ден басталды, 37-ге көтерілді, жаймен деп түсті. Бір кезде екінші күні түсті. Бір кезде қайтадан екінші күн көтеріліп бастады. 40-қа көтеріліп кетті. Мына жерде 3-5 градус айырмасында ойнап тұр. Төртінші күні қайтадан түседі. Мысалы, кешке қарай көтерілсе, таңертең түседі екен. Кешке көтерілсе, таңертең түседі. Вот осылай, яғни бұл гектикалық қызбада кешке қатты көтеріледі, таңға түседі, кешке қайтадан көтеріледі. Бұл қай кезде? Сепсис кезінде болады. Одан кейін толқын тәрізді қызба бұл бір көтеріледі, бір түседі, бір көтеріледі, бір түседі, бір көтеріледі, бір түседі, бір көтеріледі, бір түседі, бір көтеріледі, бір түседі. Осындай, яғни қызбаның түрлері бар екен. Так, енді біз қызбаның түрлерін айттым. Мынаны түсініңіздер деп ойдамын. 3 сатысын көтерілу кезінде, жылу сыртқа шықпайды, ол кезде өндіріледі. Тұрақтану кезінде теңеседі екеуі. Жаймен деп шығару өндіріліп бастайды тұрақтану. Өйткені ағза асып бастады. Үшінші сатысында уже жылу шығару өндірілуден артады, жылу шығару көбейеді, өндірілу азаяды. Вот осындай. Физикалық, химиялық жолдар түсіндіңіздер деген ойдамын. Видео пайдалы болса, отзыв қалдырып кетіңіздер міндетті түрде комментарийге, немесе жекеме жазсаңыздар болады, конспектілерін жіберсеңіздер болады, және түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар.